Армысыздар, мен Қарағанды қаласының номер 61-ші мектеп бірінші сынып оқушысы Даубаев Абит Бақытжанұлы, сынып жетекші Арайлым Асқарқызы. Мен Абай Құнанбаевтың қыз өлеңін айтып беремін. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұңқа танымас тірі жанды, үсті-басы ақыры, түсі суық, басқа жері сықырлап теріп қалды. Демалысы үскір дайыр қар, кәрі құда қыс келіп әлек салды. Ұшпада бір күнге ұшыратып, аяз мені қызарып ажарланды. Бұтта қасы жауап екі көзім, басын сілксе, қар жауып мазаны алды. Burada bu saatte dölданғанда атығады, ағырда үй шақады, әуес көріп жүрген жас балалар беті қолы домбақ үсік салды. Шидем мен тұр қағықтап келген малшы бет қарауға шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұсығын салды қасқыр, машырағын құрғамай иттем алды. Соныға маңады жай күзетіндер екі өлтірмес қайрат қыл бос қамалды. Ит жейші Құныбай қаны жесі қожберін ағын тұрған кәрі шалды.